Заманымыздың классик жазушысы атақты Мұхтар Әуезов жамбыл ақыл ойдың алғыры, өзге ұқсамайтын дара, оқшау бет бейнесімен аса зор құбылыс. Оның бірі әрі эпик ақын, әрі айтыс ақыны, әрі азаматтық әуеннің де ақыны деп бағалаған еді. Ұлы жамбылды Мұхтар Әуезов мойындаған, Сәкен Сейфуллин құрметтеп, Сәбит Мұқанов ардақтаған, Ғабит Мүсірепов еркелеген, Бауыржан Момышұлы бас иген, Мәлік Ғабдуллин құшағын алған, 20 ғасырдың Гомері атанған қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, жырау, жыршы Жамбыл Жабаев шығармашылығында Ұлы Отан соғысы жылдарында жазған шығармаларының орны бір бөлек. Оның жырлары майданда партизан отрядтарында ауыздан ауызға көшіп, басылым беттерінде басылып, халықты төзімділік пен батылдыққа, ерлік пен қаһармандыққа, отан үшін жанқиярлыққа үгіттеп жұмылдырып отырды. Ол Москваға, Ленинградтық өренім, майданға қат, темір тұлпар мінген қыз, аттандыру, отан әмірі, алынбас қамал, қамал бұзған қаһарман, жау ажалы жақын сияқты өлең жыр дастандар жазды. Аттандыру. Атаңнан бата ал балам, алшайып атқа мін балам. Ақ сақалым желбіреп, артыңнан қарап мен қалам. Құлағыңда құлыным, даусым жүрсін жырлаған. Алға дайым ару едің, ата сөзін сыйлаған. Перзентімнің алды едің, көңілімді қимаған. Аттандырдым майданға, аман есен жүр балам. Ел ерлігі, ел бірлігі, сынға түскен бұл заман. Саған айтқан сөзімнен, сабақ алсын тыңдаған. Айтылған сөз де бұқсын, аңғарлы жан болмаған. Қош, қош балам, қош айттым, қолымды міне шош айттым. Түне күнгі кеткеннен, Ғали жаңа келдің бе? Алғадайдың мүрдесін жол жөнекей көрдің бе? Топырағың торқа боп, тыныш ұйықта, дедің бе? Қалай қиып қалдырдың, қарт әкеңді еліңде? Елжірейді өзегім, ауырады белімде. Қаза болып көзелім, халім қиын менің де. Алатауды айналсам, Алғадайды табам ба? Сарыарқаны сандалсам, саңлағымды табам ба? Өлім деген өкен, мендей кәріп адамға. Күндейімде күңренем, көзіме жас аламда. Құр сүлдерім, есім жоқ, жүріп тұрған десім жоқ, деп қараймын сәбиге, игіліктің кеші жоқ. Бала қалды жетім боп, келін қалды жесір боп, біздей кәріп кісіге көз салыңдар есіркеп. Бұл өлең жырдың жарияланған кезі Ленинград халқының аса бір ауыр шақ еді. Бұл шақта немістің қоршауында қалған Ленинградта азық өте аз болды. Күніне жұмыс істейтін адам 250 грамм нан алды. Ет, май дегенді халық өте аз және өте сирек көрді. Басқа азықты білген жоқ. Үйлерге жіберілетін су тоқтатылды. Халықтың рухын көтеруде ерекше күші көрінген бұл жырды Ленинградтың радиосы күніне әлденеше рет оқып тұрды. Жыр үлкен әріппен басылып, көшелерде плакат білінді. Сол плакатты үймелесіп, оқысып, көздерінен жастары сорғалаған талай адамдарды көрдім. Немістердің самолеті төбеде ұшып бомба тастап жүргенде, бомба панаға тығылудың орнына Жамбылдың жыры басылған газетті алуға көшеде кезекте тұрған талай адамды көрдім деп жазады. Осының бәрін өз көзімен көрген Ленинградты жазушы Прокофьев. Жамбыл Жабаев, Ленинградтық өренім. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің. Небі өзенің сүйкімді, бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемін. Өркеш-өркеш арасқан шоқылардай келедім. Сапырылған көктеңіз шомылдырып кемерін. Шамы күнде жайнаған, аспанға үйлер бойлаған. Арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам. Жасағам жоқ өмірді, жау сойқаным көргелі. Төккенім жоқ терімді, шер қылғалы кеудені. Жасалған жоқ салтанат, жаудың болуы ермегі. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көнгелі. Жасағамын өмірді, жау біткенде жеңгелі. Саудыратып сүйегін, топыраққа көмгелі. Қазақстан жерінен тұтағанда елкегі. Естерінен адасып, жолына үй бөлгенін.
Жеті басты жалмауыз жайыпты қанша келін, дегеніне жетпес ол қақпалында қансырар. Келген шығар айдап сор, жылан басы жаншылар. Жау түнегі ашылар, тағы сайрар бұлбұлдар. Тағы жайнар жұлдыздар, масайрасар ұл қыздар. Ұлы халық өскен жер, бауыр басқан жасымнан. Жау зақымын көрсеңдер, даусың шығар ашынған. Оқтар тиіп өрт шалып, дүние мүлік шашылған. Қанша жау жүр шауып, арандар ашылған. Білем, бірақ өмір аз, сондықтан жау ентелер, ажалын асыққан. Обырларды жұтар жер. Бүгінгі күнде жазылғанына 100 жыл толған бұл өлең Ленинград халқын және оның жауынгерлерін жігерлендіруде өте зор қызмет атқарды. Халықтың өз күшіне, жеңісіне деген сенімін арттырды. Бойларына күш-қуат, табандылық және келешекке деген үміт отын құя білді.